Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. 27 шілдеде елдің бірнеше өңіріндегі ауа температурасы плюс 45 градусқа дейін көтеріледі. Қазгидромет 2026 жылғы 27 шілдеде Қазақстанның қай өңірлерінде аптап ыстық болып, өрт қаупі жоғарылайтындығы туралы болжамын жариялады деп хабарлайды Zakon.kz. Атырау облысындағы плюс 40, плюс 43 градус шамасында болады. Күндізі өте қатты ыстық осы өңірлерде болуы болжануда. Ақтөбе облысының батысы менен оңтүстігінде плюс 40, плюс 43 градус, Маңғыстау облысында плюс 43, плюс 45 градус. Аптап ыстық мына өңірлерде болжанады. Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола және де Алматы облыстарында плюс 35, плюс 39 градус, Маңғыстау облысында плюс 38, плюс 42 градус, Қызылорда және де Түркістан облыстарында плюс 40, плюс 42 градус, сонымен қатар Жамбыл, Алматы, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола және де Солтүстік Қазақстан облыстарының жекеленген аумақтарындағы өрт қаупінің жоғарғы деңгейі сақталады. Ал Қызылорда, Жамбыл, Атырау облыстары және де Ұлытау облысында, сондай-ақ Түркістан, Жетісу, Қарағанды, Ақмола, Абай, Шығыс Қазақстан, Алматы, Қостанай, Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және де Павлодар облыстарының жекеленген аумақтарындағы төтенше өрт қаупі сақталуда. Сараптама зерттеу мақала, күнделікті өзекті ақпараттар тек біздің арнамызда. Арнамызға жазылып, лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.